сектология ғылымында бұл деструктивтіліктің формуласы бір. Бұған тек жаңағы әртүрлі діндерді әкеп сала берген кезде сол діннің ішінен шыққан секталар болып кете береді да. Деструктивті діни идеологияны насихаттаушы тұлғалар бар ғой, жаңағы деструктивті көзқарас иелері деп те атасақ болады. Сол кісілердің уағыздарында негізінде түбіне келген кезде олар өздерін басшылық орынға қояды да, өздерінің тыңдаушыларды өзіне бағынышты орынға қояды. Және бұлар команда, яғни пәрмен беру арқылы жұмыс еткісі келеді. Ал бұлардың пәрмені екі түрлі ғана болады. Мына жердің барлығы адасқан, мына жерлердің бәрі дұрыс емес. Бұл жерлер жаңағы діни қағидаларға сай емес, Құдайдың заңымен басқарылмайды, адамдардың қолымен жасалған заңдарға басқарылады. Бұл жерді тастап кет дейді. Бұл бірінші пәрмен. Екінші жол, ол ешқайда кетудің қажеті жоқ. Айналамыздың бәрі адасқан, иә. Бірақ оларды біз құтқаруымыз керек. Бұл біздің Құдай бізді жерге жібергендегі үлкен миссиямыз деп қарайтын азаматтар. Ойындармен әсер ету, видеолармен әсер ету, контентпен әсер ету, бұл барлық сектада бар, барлық деструктивті діни ағымдардың барлығында бар. Бұл механизм, өздеріне адамдарды тарту механизмі. Бұл механизмде мынау қоғамның талабына, заманның талабына сай өзгеріп отырады. Мәселен, ең бірінші Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алып, ең бірінші мынау деструктивті діни ағымдар елімізге кіре бастаған кезде өзінің жақтастарын қалай көбейтті? Ол әлеуметтік жағдайлар арқылы, қолдау білдіру арқылы. Неге? Себебі ол кезде тоқырау жылдары еді ол кезде. Қазіргі таңда біздің мұқтаждық дүниеміз болып қалды ғой бұл контент. Бір күн телефон ұстамасақ, бүкіл әлемнен шет қалғандай болып. Сондықтан да осы адамның осы мұқтаждығын пайдалану арқылы қазіргі таңда деструктивті діни ағымдар өздерінің қатарларын көбейтіп жатыр.